12-ші сабақ. Заттар қандай болады? Сабақта дененің неден жасалғанын анықтайсың. Заттың түрлі күйі болатынын білесің. Бізді қоршаған барлық нысандар дене деп аталады. Дене заттан құралады. Мысалы, суреттегі қасық дене, ал оның заты ағаш. Суреттегі бірнеше заттарды осылайша дене зат сызбасымен атап көрейік. Бірінші кітап. Дене кітап, зат қағаз. Сонымен қатар кітаптың мұқабасы әртүрлі материалдардан жасалуы мүмкін. Мысалы, қатты қағаз, мысалы картон, мата немесе былғарыдан жасалуы мүмкін. Келесі лупа немесе үлкейткіш шыны. Бұл жерде дене лупа немесе үлкейткіш, зат шыны немесе кейде арнайы оптикалық пластик қолданылады. Шыныдан жасалған бөлігі лупаның линзасы, ал жақтауы пластиктен, металдан немесе басқа материалдардан жасалуы мүмкін. Келесі өшіргіш немесе кетіргіш. Мұнда дене кетіргіш, зат резеңке, ол табиғи немесе синтетикалық болуы мүмкін, немесе винил, бояу және тағы да басқа да графитті немесе сияны жақсы өшіруге көмектесетін өшіргішті икемді ету үшін қоспалар қосылуы мүмкін. Келесі мұз қалашығы. Дене мұз қалашығы, зат су, яғни су қатырылып мұзға айналады, және қар. Келесі шелек көрсетілген, заты бұл жерде суретте металдан жасалған. Бізді қоршаған әлемде алуан түрлі зат бар. Заттарды адам табиғатта алып пайдаланады. Табиғи ортадан алынатын темір, ағаш, тұз, алтын тәрізді заттар табиғи заттар деп аталады. Кейбір заттарды адам өзі жасайды. Оларды жасанды заттар деп атайды. Жасанды заттарға пластмасса, резеңке, шыны, синтепон жатады. Су үш күйде кездесетін табиғи зат. Заттардың барлығы дерлік су сияқты бір күйден екінші күйге өте алады. Түрлі күйдегі заттар әртүрлі қасиетке ие болады. Газ тәрізді заттың белгілі бір пішіні болмайды. Сұйық зат ыдыстың қалыбына түсіп пішінін тез өзгертеді. Қатты зат белгілі бір пішінін сақтайды. Есте сақта. Табиғи заттар табиғатта кездеседі. Жасанды заттар адамның қолымен жасалады. Сен білесің бе? Алмаз табиғатта кездесетін ең қатты зат. Одан гауһар тас жасалады.